Дүкеннен дәл осындай коржик сатып алып жүрсіз бе? Ендеше тоқтаңыз, дәл осындай коржикті үйде жасайтын боламыз. Құрамы өте қарапайым, тек қана айран ғана қажет. Дәл осы рецептпен пісіріп дүкенге сатылымға да шығарсаңыз болады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Барлық мөлшерін астында комментарийға жазып қалдыратын боламын. Алдымен айранымызды таразыға өлшеп құйып аламыз. Одан кейін дәл солай соданы да өлшеп құйып аламыз. Айран мен соданы араластырған кезде бізде дәл осындай реакция шығуы қажет. Одан кейін мөлшерлеп құм шекерін саламыз. Одан кейін пісте майды да дәл солай өлшеп құятын боламыз. Барлығын араластырған кезде бізде осындай нәтиже шығуы қажет. Ұнды да арнайы ыдысқа мөлшерлеп бөліп қосатын боламыз. Ұнды біз қолмен араластырамыз. Араластырып болған кезде бізде дәл осылай қоймалжың қолға жабысатын қамыр пайда болуы қажет. Қамыр жабыспас үшін ұнды молырақ сеуіп жайып шығатын боламыз. Алғашқысында дәл осылай қолмен, кейін оқтаумен жаямыз. Коржиктарымызды әдемілеп кесіп алып, қызып тұрған пеште 200 градусқа қойып 15 минут пісіріп аламыз. Достар, дәл осы рецепт бойынша өте көп коржиктар шығады. Егер сіздер жартысын ғана пісіретін болсаңыздар, жартысын морозильникке сақтасаңыздар болады. Қалаған уақыттарыңызды алып, пісіріп жей берсеңіздер болады.